надо делать. Например, әдемі сұлу деп айтады ғой. Сәлеметсіз бе? Мынау жергілікті тұрғындар. Атыңыз кім сіздің? Менің инстаграмдағы көрермендеріме сәлем жолдап қойыңызшы. Қолда телефон, көрдіңдер ма? Вот, у нее в руке телефон. Она может заниматься нашим бизнесом. Мен қазір сізге бір нәрсе айтайын ба? Сіз осында тұрасыз ба? Иә. Атыңыз кім? Ақмарал. Ақмарал, иә? Сіз сетевой маркетинг деген білесіз ба? Естуіңіз бар ма? Қойыңызшы тегі. Естуім бар бірақ. Иә, енді оны неге жоқ дейсіз? Жоқ, бірақ несімен не қылмаймын дегені ғой. Айналыспайсыз. Айналыспаймын, тек естуім бар. Аха. Неге айналыспайсыз? Сізден интервью алып жүрейінші. Неге айналыспайсыз? Қол босамайды, жұмысым бар. Қол босамайды. Иә, бала бар, жұмыс бар. А ол онымен айналысу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді продукцияларын алып, сатып, сондай емес пе? Аха, алу керек, сату керек. Яғни сіз алып, сатып көргенсіз кезінде, иә? Қандай компаниядан? Эйвен мыналарды қойсын. Аха, сосын жаңа үлкен ақша табуға болады деп айтқан, бірақ оған қол жеткізе алмай қойдыңыз, солай ма? Оны былай көп айналыспайсың, жарты жылға дейін үйленгенге бәрі қойылады. Иә. Қазір қанша балаңыз бар? Қазір бір бала бар. А негізі енді күйеуің ғана жұмыс істейтін шығар, иә? Жоқ, өзімде, күйеуім де жұмыста. Екеуің де жұмыс істейсіңдер ма? Ой, молодец. А баланы кімге қалдырасыңдар? Садикке берген. Садикке бергенсің. Қанша садик? Ақшасы? 16 мың теңге. 16 мың теңге. Есікте тұрасыңдар ма осы жерде? Жасың нешеде? 23-те. 23-те. Атың кім? Ақмарал. Ақмарал, молодец. Оны айтыптысың ғой, ой, кешірші жаным. Мен енді өзім таныстырып өтейін, бірақ сен ойлама, мен сені бір жерге арбап, алдап кіргізіп алайын деп тұр екен депші. Өйткені менің командам бар, мен Биаси деген компанияның топ лидері боламын. Осы Қазақстандағы ең алғаш бастаған адамдардың бірімін. Тіпті бірегей деп айтсам, енді артық айтпағаным, иә? Енді қара. Биаси дегенің ол айналысы, ол французский компания. Ол жерде деген ыдыс жуатын, кір жуатын, тіс жуатын. Енді біздің тұтынып жатқан күнделікті өмірімізге қажетті нәрселер өте қолжетімді бағамен. Иә, сонымен айналысам. Менің мына жерде инстаграмда көрермендерім бар, менің командам бар. Сен неге телефон жабыстырып алдың құлағыңа? Біреу сөйлесіп тұр ма? Иә. Мә, ұятай. Енді сен неге тәтейін мен қолым бос емес бараңызшы деп айтпайсың? Жоқ, айтарыз. Подружкам ғой. Қара, саған қызық па, қызық емес па? Егер қызық болмаса, былай өзім көргем интернеттен қарап, нелерін қызық көргем. Ал сен енді Биаси деген компанияны көрдің ба? Болмай, менде инстаграмда бар ғой. Аха, енді сен былай істе. Менің атым Сандуғаш, иә? Сен енді ютубқа кіресің де Биаси деп тересің. Тере ма? Сол кезде мен шыға келем. Мен осы компанияның топ лидерімін. Саған егерде қызық болса, мен көптеген информация жаңағы жазған видео ретінде. Онда сен маған звондайсың. Жүре ме, Ақмарал? Иә. Болды, мен сенімен танысқан қуаныштым. Екеумізді тоғыстырып тұрған Құдайдың өзі. Жақсы, сау бола ғой. Мінекей жақсы қыздармен, жергілікті тұрғындармен танысып жатырмыз. Көрдіңдер ма? Это называется косвенный рекрутинг. Понимаете? Косвенный рекрутинг. Я, конечно же, хочу, чтобы она подписалась, но не до такой степени, чтобы к ней прям, знаете, привязаться.